Саламатсыздар ма YouTube каналының көрермендері? Бүгін сіздермен сорпалы самса істеу тәсілімен бөліскім келіп отыр. Ұнаса, видеоның соңына дейін көріп, лайк басып, тіркеліп отырыңыздар. Сонымен бастаймыз. Бізге керек, бірінші етімізді дайындап алу керек. Ет соғын керек, құйрық, қызылбұрыш, тұз, етке арналған приправа, су, зере, хмель, сүнели приправасы. Осыларды турап, барлығын специяны араластырып, 1-2 сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямыз бұларды. Жақсылап араластырып, ең кемінде бір күн бұрын араластырып, осылай тоңазытқышқа қойып қоюға да болады. Мен 1-2 сағатқа қойдым осының бәрін. Оға дейін қамырын илеп дайындай береміз біз. Оларды үстіп жақсылап араластырып, тоңазытқышқа қоямыз. Қамырға ұн, су, тұз, май керек. Сары май бұл. Суымызды құйып, тұзымызды салып, жақсылап ертіп аламыз. Үстіне майымызды құйып, ұнымызды електен өткізе отырып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Міне осындай қамыр илеп, бұны жарты сағатқа бастырып қойып қоямыз, тыңдырып. Пияз, картошка, қызанақ, сәбіз, болгар бұрышы, кішкене сары май керек. Мыналарды жақсылап турап аламыз. Қазір шыққан етімізге бұларды араластыратын боламыз. Бәрін жақсылап майдалап турап аламыз. Картошканы көбек қылып, сәбізді де көбек қылып турауға, мына болгар бұрышын да бәрін ірілеу көбек қылып турап аламыз. Қызанақты домалақ етіп турап, бұлай алып қоямыз. Бұны кейін бетіне саламыз. Мынаны етке араластырамыз, қазір ет шыққасын. Міне осылай өзінде кішкене тұздап, паприка салдым кішкене. Үстіне етімізді, тоңазытқыштан шыққан етімізді араластырып, жақсылап дайындап, енді қамырымызға кірісеміз. Мен осы қамырымнан 5 самса шықты. Осылай 5-ке бөліп аламыз. Кішкене бөлшектерге 5 бөлек, үлкенде бөлшектерге 5 бөлек. Сосын бір кішкене майда бөлшекке бөлеміз. Бәрін де көрсетемін. Міне осылай 5-ке бөліп алдық. Бетін кішкене тындырып, 15 минутқа қойып қойдық. Кішкене тыңғаннан кейін осылай күлше-күлше қылып жайып алдық бірінші. Бәрін үлкенін де, кішісін де жайып алдық. Үлкені менің немен 17 сантиметрдей болды ғой деймін. Кішісі 6-7 сантиметр болды. Мына ішіне етті осылай салып, сары майымыз салып, қызанағымыз салып, осылай бүгіп шығамыз. Міне осылай бірінші жегін бүктеп аламыз. Сосын қамырды кішкене созын қырап, осылай созамыз. Сосын ыдысымыздан алып, жегін өрнектеп шығамыз. Айналдыра әдемілеп жазылып кетпейтіндей қойып шығамыз. Үстіне кішкене бөлшегімізді қойып, құмыра кепіне келтіреміз осылай. Бір жұмыртқаға сарысына осылай бәріне жақсылап жағып шығамыз. Үстіне күнжіт сеуіп шығамыз. Сосын ақ күнжіт септім мен. Осыны енді 190 градуста 35-40 минутта пісіріп шығарамыз. Міне біздің самсалар дайын болды. Осылай. Бұл 40 минутта дайын болды. Міне осылай. Тандыр самсаға ұқсайды. Ішіндегісі кәдімгі етті сорпаға келеді.
өте дәмді, керемет. Істеп жесеңіздер болады үйде. Ішіне қызылдары, көк пияз сеуіп, столға беруге болады, дастарханға. Сіздермен бірге болған Лейла. Видеоның соңына дейін көрген болсаңыз, ұнаса лайк басып тіркеліп отырыңыздар.